Қазақстанда табысы кедейлік шегінен төмен отбасылар мен азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Атаулы әлеуметтік көмек мыналарды қарастырады: ай сайынғы ақшалай төлем, оқыту, жұмысқа орналастыру, өз ісін ашуға гранттар беру арқылы жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. Атаулы әлеуметтік көмекті алушы отбасылардың ішіндегі 1 жастан 6 жасты қосалғанға дейінгі балаларға 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ай сайынғы төлем. Құрамында еңбекке қабілеті жоқ немесе объективті себептермен жұмыс істей алмайтын отбасылар үшін атаулы әлеуметтік көмек шартсыз түрде беріледі. Егер отбасы құрамында еңбекке жарамды адамдар болса, онда мемлекеттен көмек олармен әлеуметтік келісім шарт жасасқан жағдайда және олардың жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына белсенді қатысқан жағдайда беріледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, азаматтардың шығындарын ескере отырып, атаулы әлеуметтік көмек тағайындау механизмін жетілдіру бойынша жұмыс жүргізуде. Ұсынылып отырған алгоритм атаулы әлеуметтік көмек алуға өтініш берген азаматтарға олардың кірістері мен шығыстарын тексеруге келісім алу үшін SMS хабарлама жіберуді көздейді. Атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезінде жылжымалы және жылжымайтын мүлік сатып алуға, оқуға және қосымша білім алуға, дем алуға және көңіл көтеруге, сауықтыруға, жиһаз, тұрмыстық техника заттарын сатып алуға, несиелерді өтеуге кететін және тағы басқа шығындар ескерілетін болады. Тексерулер ақпараттық жүйелерді интеграциялау есебінен автоматты түрде үшінші тұлғаларға ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігінсіз жүргізілетін болады. Атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тетігі шын мәнінде мұқтаж азаматтарды анықтауға және оларға мемлекет тарапынан мақсатты қолдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.